Айназарова Ұлдай. Мен прокурордың қасына барып, қоятын сұрағым бар еді, қасына барайыншы. Мен Аян Талғаттың мамасымын. Осы пенсияға шыққаныма 1 жыл болған жоқ. Мына прокурорға қояйын деп тұрған сұрағым бар, мырза. Сіз өткенде де келіп кеттіңіз. Қояйын деп отырған сұрағым мынандай. Сіз келіп кеттіңіз, біз барлығын айттық өткенде. Не жағдай болған бәрін білдіңіз. Бірақ қазір мен ешкімге де сенбеймін. Сондықтан мен бүкіл халықтың алдында айтайын деп отырмын. Себебі, ертең 10 күннен кейін ба, 15 күннен кейін ба баламның соты болады. Менің балам әппақ. Мен өзім мектепте мұғалім болып 35 жыл жасадым. Мектепте жасаған мұғаліммін. Баламды өте жақсы тәрбиеледім. Мектепті қызыл аттестатпен бітірді. Сосын Әл-Фараби атындағы университеттің юридический дейміз ғой, факультетін бітірді. Балам өте білімді, аппақ екенін бүкіл халық біледі, ешкім оған кір жаға алмайды. Жаңа сіз айттыңыз ғой, мен секрет айта алмаймын дедіңіз. Айтуға болмайды дедіңіз. Ешқандай секрет жоқ. Міне менің қолымда тұр баламның статьясы. Ал енді сіздерге айтып берейін, мен бұны жаттап алдым, 10 рет оқыдым, 10 қайтара оқыдым. Ішінде үтір нүктесіне дейін білем. Жаттап алдым, ішіне балыма қандай айып тағылып жатқанын. Ал сіздер тыңдаңыздар, мен айтайын. Төлешов деген біреу бар екен Шымкентте. Оны бәріңіз білесіздер. Ол менің баламды сыртынан көріпті, Аян Талғатты. Бір күні жаңағы жалғыз өзі шығады ғой, бекетке шыққан, жаңағы су қымбаттамасын деген сияқты, тариф қымбаттамасын деген сияқты плакатты алдына алып шыққан. Сонда ол оны сыртынан көреді, менің балам ұнатып қалып, оған 100 мың теңге ақша, 100 мың доллар ақша жіберіпті. Бұл кісілердің айтуынша. Сол ақшаны Төлешов көмекшісіне береді, көмекші өзінің көмекшісіне береді. Ол барып Ақтауда біреуге береді, Ақтаудағы біреу 80 мың теңгеге жаңа такси жалдап біздің Атырауға келіпті. Атырауға келіп мен Талғатыма беріпті. Осындай сказкаға ертегіге сенесіздер ма? Мынаны менің 7-ші класста оқитын балдарым айтса сенбейсіздер, қалай құрастырасыздар? Айтыңызшы маған, жауап беріңізші маған. Мен 24 күні сәуір, 24 сәуір күні митингі болғанда мен өзім қатысқан жоқпын, бірақ бәрін видеодан көрдім. Сонда баламның айтқан сөздерін бәрін қарап тұрдым мен, бәрін көрдім мен. Ноғайып жолдас, сіздің ешкім жауапқа тартылмайды дегеніңізді естіп мен сізге риза болғам. Қандай азамат келді біздің Атыраудың облыстың басына, мынандай іскер адам қайдан келді деп, алладан мен күнде алладан тілегемде сізді мен балама қосып тілеп отырдым. Қандай азамат келді деп бізге. Бірақ сіз сөзіңізде тұрмадыңыз ғой. Неге жауға ұстатып бердіңіз? Айтыңызшы, маған жауап беріңізші. Мен қанша өмір қалғанымды білмеймін, аяқ қолым жұмыс жасамайды. 24 сәуір күні балам митингіге шыққанда, бір аптадан кейін оны қамап тастады. 21 май күні болған митингіге байланысты қамады, бірақ ол кезде менің балам түрмеде жатты. Сотқа өзім қатыстым. Айтыңдаршы, халқым-ау, 21 күні ол түрмеде жатыр ғой. Ол қалай басқарады? Ол қалай елге митингіге шығыңдар деп қалай уәде берді? Мен шығыңдар деп қалай айтады? Ол кезде менің балам түрмеде жатқан болатын. Түнгі сағат 2:30-да болған түрмені сотты көрдіңіздер ма? Қазақстанда. Соғыс кезінде де болмаған шығар. Түнгі сағат 2:30-да менің баламды соттады. 15 күн берді. Ойлап қараңыздар, Құдайдың күні жетпей ма? Аллау, ертең таңертеңгісін сағат 8-ге қалдырыңызшы деп. Балам жалынып тұрды, мен тамақ ішкен жоқ едім. Таңертеңнен бері осы біресе прокуратурада, біресе милицияда, біресе КМБ-да жүрмін. Мен тамақ ішкен жоқпын, қарным ашып тұр. Денсаулық өзінің кішкене көкірегі қисықтау, бала кезінен қалған ауру бар еді. Мен қазір ертеңге қалдырыңызшы деп судья келіншектен, фамилиясы есімде жоқ, жалынды. Мен қазір барып қамаңызшы үйге. Бірақ ертең сот ертең болшы, мен қазір сөйлей алмаймын деді. Сонда сот тыңдаған жоқ. Мен таң қалғаным, бәрінде бала асырап отырсыңдар ғой. Бәріміз де бала үшін жүрміз ғой. Сонда судьяның айтқан сөзі, жоқ, қазір жүргіземіз деді. Не Құдай құнын құртып баратыр? Ертең күн жоқ па? Ертең таңертең 8:30-ға қалдыруға, 9-ға қалдыруға болмады ма? Түнгі сағат 2:30-да балам сөйлей алмай әзір сөйлеп тұр. Және айтқаны, менің таң қалғаным, участковый дейді, қазақшасын кешіресіз, мен мұғалім, қазақ орысша араластырмай сөйлейтін, участковыйдың қазақшасын таба алмай қалып тұрмын. Кінәлап тұрған участковый, ол да бір компьютерден онша көп хабары жоқ адам екен. Менің балам сұрақ қояды анаған. Бірде-бір сұрағына жауап берген жоқ. Бірақ айналып келгенде менің баламды 15 күнге жапты да тастады. Прокурор тұр, бір сұрақ қойған жоқ. Сондай сотты көрдіңіздер ме? Кінәлі адамға бір сұрақ қоймаған, Мұхтар аға. Кінәлі адамға бір түйір сұрақ қоймай соттағанды көрдіңіз ба? Бұл әлемде болды ма? Қазақстан егемендік алғаннан кейін біз бұндай жағдайға неге ұшырадық? 86 жылда қойшы жақсы, басқа Совет үкіметінің кезі болды ғой дейміз ғой. Ал мына егемендік алғаннан кейін
Біздің мына қарлығаштарымыз неге қамауда отыр, соны айтыңыздаршы маған. Бәрінде бала ұстап отырсыңдар ғой, бәрінде бала тәрбиелеп отырсыңдар ғой. Мені өздерің орындарыңа қойып көріңдерші. Мен анамын, ана маңдай баламның табанына кірген тікен мен маңдайыма кірсін дейді. Мен балам үшін бәріне де бара аламын. Қазір мен аурумын. 35 жыл мектепте жұмыс жасадым. Мен баламның атынан да сөйлеймін, регламент айтпаңыздар. Мен Талғаттың атынан да сөйлеп тұрмын, тыңдаңыздар. 35 жыл мектепте жасағанда бір рет больничныйға шығып көрмеген екем. Үйімде келіп, ТНБ-ның адамдарыма, прокуратураның адамдарыма келіп, есігімді адвокат келгенше 5 минут күт дегенде күтпей есігімді сваркамен бұзды. Мен сол кезде талып қалдым. Сонан бері кәр жүрегім ауыр, мен күнде 2 күн бұрында үйім алдында скорый тұрады. Енді мен келетін болсам, баламның ешқандай кінәсі жоқ екенін білемін. Енді тыңдаңыздар, мына сөзді тыңдаңыздар. Төлешов менің балама ақша берген екен. Сонан кейін оны барып жаңағы бір сөз айтып, бір сөз кетіп қалдым, кешіріңіз. Ақтаудан әкеп бір таксимен әкеп берген екен. Бірақ ол Талғатты танымайтын көрінеді. Машинасының да нөмірін жаттамапты. Өзінің келген таксиінің да нөмірін білмейді екен. Ұмытып қалыпты бәрін. Әбеке деген атына біліп, басқаны білмейді екен. Осындай сот, осындай мен, бұл не 37-ші жыл ма, осындай сотпенен сіздер соттайсыздар ма? Бәріңіздің де үйде бала шағаларыңыз бар ғой, иә? Маған енді өмір қалған жоқ, маған жер керек емес. Маған 2 метр жер керек. Себебі менің өмірім бітті. Мен инсульт алдым. Мен денсаулығым жоқ. Мен кәр больницаға кетемін, кәр осы тұрған жерден ары қарай сөйлеуге менің жағдайым жоқ. Бірақ бәріңіздің айтатыным, менің балам аппақ екенін бәріңіз біліп отырсыздар, іштеріңіз біліп отыр. Бірақ қорғамайсыздар. Себебі өздеріңіздің балаларыңыз үйіңізде отыр. Сендердің балаларың үйлерінде отыр, қастарында отыр. Сондықтан қорғамайсыңдар. Менің балама сіздердің жандарың ашып тұрған жоқ. Жаны ашыған 2-3 қана адам болды. Осы жерде жаңа Өтеш Мұрат деген ағам айтты ғой, олар патриот емес деп. Сіз емес баға беретін, ол патриот па, патриот емес па? Баған Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлының өзі беріп қойған. Митингі болғаннан кейін 24-ші күні сәуірде митингі болса, 25-ші сәуір күні мен Назарбаевтың құлағымен тыңдағам. Осы мынандай елін сүйетін патриот жігіттер азаматтап тұрғанда біздің Қазақстанды ешқандай жау ала алмайды деп айтқан болатын. Рас, біздің Қазақстанды ешқандай жау ала алмайды. Ешқандай жау ала алмайды. Олай болса ол патриот. Не үшін отырсыңдар осы жерде? Осы Талғаттың айтқан үшін отырсыңдар. Мынандай комиссия құруға. Мынандай комиссия құрылмаса еді. Егер Талғат болмаса, егер Назарбаев мойындамаса, мораторий жарияланған болады. Сондықтан бәріміз сөздердің алдында, сөздеріміздің алдына Талғатпен мақсат қосып келіңіздер. Бостандыққа шықсын деп айтыңдар. Ал мен сіздерге айтарым, бүгін сағат 5-те ма үстіме бензин құямын, өртенемін. Мен сіздермен қоштасқалы тұрмын. Мен 7 жыл күтіп, мойныма бұршақ салып, Құдайдан бір, Алладан бір, адамнан бір, әулие аралап жүріп, әлем дегенде 7 жыл дегенде көтерген баламды сіздердің ойыншықтарыңызға беріп қоймаймын. Ноғаев мырза, сіздің кешіресіз. Сізден сұрайтыным, сіздің қолыңызда да емес шығар. Қорғаңызшы. Мен сіздің көзіңізден маған жаны ашығанды көріп тұрмын. Менің баламды шығарып беріңізші. Басқа айтатыным жоқ менің. Қалдым-ау, қорғаңдаршы баламды. Баламды қорғаңдаршы. Жауға бермеңдерші. Мұхтар аға, қайдасың? Мұхтар аға, менің баламды. Баламды. Ne dikeyiz ya? Sabır saqlamız. Ne? Su verir misin sen? Medik var mı? Vraçlar var mı? Şakırsın da vraçlar. Скорый помощь шақыру. Sabır saqtаңыз енді. Мүмкін бұлар кеңдеу жерге шығару керек шығар, ана басқа бөлмеге таза ауасы таза деген.